Күзде иммунитетті қалай нығайтуға болады? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны бас қоюларыңызды сұраймыз. Әр жыл мезгілі ауысқан сайын, ол адамға әртүрлі әсер етеді. Мәселен, күз мезгілі кей жандардың көңіл күйі мен денсаулығына кері әсер етуі мүмкін. Сол үшін температураның төмендеуі, күндізгі жарықтың азаюы мен ауа ылғалдылығының жоғарылауына дайын болу керек. Әсіресе иммунитетті нығайтудың маңызы зор. Күзде адам ағзасына дәрумендер өте қажет. Осы мезгілде адам ағзасы әлсіреп, күзгі қандыра күйін кешеді. Жұмысқа, оқуға зауқы болмайды. Салдарынан иммунитеті әлсірейді. Иммундық жүйе адам денсаулығын сыртқы жағымсыз әсерден сақтап, бактерия, микроб, вирус сынды бөтен ағзалар мен инфекцияларға қарсыласатын ағзаның қорғаушы әрекеті. Сондықтан ағзаға пайдалы ас ішіп, қажетті жаттығулар орындау қажет. Олай болса, күзгі иммунитетті нығайтудың жолдары қандай? Балғын жемістер мен көкөністерді көбірек тұтыныңыз. Күз жеміс-жидек пен көкөністің пісетін уақыты. Сондықтан рационды осы табиғи витаминдермен толтырғаныңыз абзал болады. Құрамында А, Б, С, Д және Е дәрумендері бар жеміс-жидектер пен тағамдарды жеңіз. Ұйқы және демалыс режимін сақтаныңыз. Күйзелістің болуына жол бермеңіз. Жаман әдеттерден және алкогольді ішімдіктерден бас тартыңыз. Күн райына сәйкес киініңіз. Таза ауада жиі серуендеңіз. Үнемі дене жаттығуларын жасаңыз. Шынығыңыз. Пәтердегі тазалықты қадағалаңыз. Құрметті көрермендер, ал сіз күз бастала салысымен қандай тағамдарды жиірек тұтынасыздар? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын. Ешқашан ауырмаңыздар.